Ассалаумалейкум. Қазіргі уақыттың ең үлкен проблемаларының бірі, енді бәлкім проблема деуге келмейтін шығар. Бірақ бұл нәрсе фокус ұстай алмау, назар ұстай алмау. Мысалға, кітап оқып жатырмын, көзім кітапта, қолым кітапта, аузымда, сол кітапта жазылған әріптерден сөз құрап жатырмын. Бірақ менің ойым басқа жақта. Кітаптың бір бетін оқып болам, сосын менен адамдар сұрайды: "Не оқыдың?" дейді. Ештеңе айтып бере алмаймын. Немесе курс. Бір курсты тамамдаймын, немесе бір сабағын тамамдаймын, біткеннен кейін есе адамдар сұрайды: "Қалай екен?" деп. Не айтты? Ештеңе түсіндіріп бере алмаймын. Вроде мен сол жерде болдым, сол курсты көрдім. Немесе мешітте жұма уағызында болдым делік. Мысалға, мен мешіттемін, уағыздамын, бірақ ойым басқа жақта, жүрегім басқа жақта. Қалай мен дәл қазір ойымды да, көзімді де, назарымды да бір жерде ұстай алам деген сұрақ бар. Бұл ненің себебінен болды? Себептері өте көп. Бағанағыдай бір ақпараттың тым көптігі, мысалға біз бір күнде тым көп ақпарат тұтынатындығымыз, немесе әлеуметтік желідегі бағандай рилстардың қысқарып кеткендігі, немесе кинолардың арасындағы бағандай бір қысқа метраждардың ауысуы деген секілді өте көп мәселелер бар. Яғни біздің өмірімізде біздің назарымызды алып жатқан нәрселер өте көп. Себептерді айтатын болсақ, сан мың қырық себептер бар. Бірақ бұған қарсы тұрып бере алатын біздің күш бар ма? Әрине бар. Бірақ мына нәрсені түсіну керек, бұл фокус ұстау деген бұл галыптағы фокустың бандай топта болуы емес. Яғни сізде ол нәрсе топта болмаса да, бірақ бұл нәрсені топқа шығаруға болады, бұл нәрсені дамытуға болады. Мысалға, кейбір адамдар айтады: "Менде фокус жоқ, мен шашыраңқы ойда жүрем" деген секілді. Енді не істейміз? Жолы бар. Яғни қысқа мерзімді, мысалға 10 минут па, 10 минут бойы сен назарыңды бірдеңкеде ұстап тұра аласың. Мысалға, галыптағы фокус ол ұзақ мерзімді жұмыстарға болуы мүмкін, немесе қысқа мерзімді болуы мүмкін. Оның өзі, яғни талдайтын болсақ, өте көп мәселе. Сол себепті мен қазір айтатын техникам бұл қандай нәрселерге пайда береді. Сіздің бағандай бір істі бастап аяқтауыңызға кепілдік бермейді, бірақ жарты сағат, 1 сағат бойы не істеп жатырсыз, сол ісіңізде назарыңызды да, ойыңызды да, зейініңізді да бір жерде ұстауға көмек береді. Бұл үшін не істеу керек? Әрине, жаттығу. Мысалға, мына бұлшық еттерімізді жаттықтыру арқылы ағзамыздағы не істейміз? Майларды жағамыз. Сол шекілді біз назарымызды ұстап тұру үшін де бұл үшін бізге жаттығулар керек. Ең бірінші жаттығу, оған бірдеңкені сатып алудың қажеттілігі жоқ. Үйде ақ парақ болатын болса, ақ парақтың ортасында домалақ сызба сызыңыз. Немесе интернетке жазсаңыз шығарып береді. Яғни ақ параққа қара нүкте деген секілді, яғни нүкте кішкене ұзақтау үлкендеу болғандағы дұрыс, қатты да үлкен емес. Мысалға, бұл біз сусын ішіп жүрген бөтелкелердің қапқағындағындай өлшемі сондай бір қара үлкендікте болса жеткілікті. Енді ол параққа не істейміз? Күнделікті таңертең түске дейін болса жақсы, оянғаннан кейін жасауға да болады. Не істеу керек? Сол параққа 1 минут бойы қарап отыру. Алғашқысында 1 минут, одан кейін 1,5, 2, 3 минутқа дейін шығарсаңыздар болады, бірақ осы 1 минуттың өзі жеткілікті болады. Яғни 1 минут бойы не істейсіз? Тек қана сол парақтағы қара нүктеге қарап отырасыз. Яғни сізде неше түрлі ойлар, неше түрлі сұрақтар миыңызда айналады. Ойыңыз неше түрлі нәрсеге барады. Қарызға, немесе біреу сізге қарыз, кешеге кредит, ертеңгі жұмыс. Айтарлықтай мәселелер көп. Яғни біз 1 минут қарап отыру арқылы ойды жинақтауға естеміз тырысамыз. Бұл нәрсенің көмегі өте үлкен, бірақ бір ғана шарты бар. 1 минут әрекет ету арқылы мен өзімнің назарымды, ойымды дұрыстай алам ба десеңіз, дұрыстай аласыз, ол мәселе емес. Бірақ мәселе неде? Мәселе бұл оны тұрақты ұстап жүруде, яғни күнделікті істеуде. Мысалға, өзіңізге бір челлендж етіп алыңыз. 30 күн бойы жасап көрем деген секілді. 30 күннен кейін мен нәтижені бөліссеңіз болады. Бұл 1 минут. Одан кейінгі әдісіміз есе не істеу? Бұл тыныс алу әдісі. Мен өзім жиі қолданатын әдістердің бірі. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 не істеймін? Тыныс алам. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ұстап тұрам. Одан кейін есе
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мен оны шығарам. Яғни менің ойымның бәрі неде болады? Әлгі тыныс алып жатқан кезде санауда, сонымен бірге сол бір нені тәртіпті бұзып алмауда болады. Бұл нәрсені мен 2 минут немесе 3 минут жасаймын. Әр кезде әрқалай. Бірақ бір апта бойы, мысалға мен бұл апта 1 минут жасадым, 2 минут жасадым ба, апта бойы 2 минут жасаймын. Келесі апта 3 минут жасаймын ба, значит мен 3 минуттан кейін бір апта бойы жасап шығамын. Яғни тұрақтылық үшін и бандай мидың өзінің функциясын бұзып алмау үшін. Бұл әдіс, яғни екі техника сіздің өміріңіздің бандай назарды ұстап тұруға күрт өзгеруіне себеп болады. Кітап оқыған кезіңізде, курс оқыған кезіңізде, уағыз тыңдаған кезіңізде, немесе маңызды бір жұмыстарды жасап жатқан кезіңізде, қолыңыз жұмыста, ойыңыз басқа бір әлемде емес, бәлкім қолыңызда, ойыңызда, зейініңізде сол жерде болады. Бұл бізге қазіргі уақытта ең керекті нәрселердің бірі. Ал бұдан кейін үшіншісі бар, бұл бізде интернетте көп, өздеріңіз білесіз, YouTube-та, яғни таймер деп жазсаңыздар, 1 минуттық, 2 минуттық таймерлер бар. 1 минуттық таймерге қоясыз, немесе 2 минуттық таймерге қоясыз. Негізі бұны 5 минут жасау керек, бірақ 5 минут бұл бізді ішімізді пістіріп жіберу мүмкін. Мен бұны біршама адамдардың үстіне тәжірибе ретінде қолданып көрген, олар 5 минут жасай алмаған бұл нәрсені. Егер мен мықтымын, мен жасай аламын, маған керек дейтін болсаңыз, онда 5 минут. Не істейсіз? 5 минут бойы мектептегі оқушы секілді жұмыс столыңызға қолыңызды қоясыз, тура осылай. Әлгі таймер біткенше ешқандай әрекет жасамайсыз. 1 минуттан 1 минут 2 минуттан кейін құлағыңыз қышуы мүмкін, немесе мына жеріңізді сүрткіңіз келуі мүмкін, жағаңыз қисық болуы мүмкін, дұрыстағыңыз келеді, немесе ана бір парақты басқа жерге өзгертіп қойғыңыз келеді, бір адамға қоңырау шалу керек болады. Сан мың түрлі нәрсе. Бірақ ешқандай әрекетке бармаймыз, тек қана отырамыз. Осы арқылы біз өз зейінімізді істей аламыз, арттыра алмасақ та, яғни зейінді бір нәрсеге қойып жасай алатын боламыз. Назарымызды, фокусымызды бір нәрседе ұстау қалыптасады. Яғни сіз тыңдап жатқан секілді кейіп танытасыз, бірақ ойыңыз басқа жақта болады. Міне, сондай кездерде ойыңызда, көзіңізде, назарыңызда сол жерде болады. Бұл 3 техниканы қолданыңыз. Ең болмағанда екеуін қолданыңыз. Қай бір ыңғайлы, сол екеуін таңдап алыңыз да, яғни үшеуіне менің уақытым жетпейді, шаршаймын десеңіз, онда екеуіне өміріңізге дәстүр ретінде кіргізіп алыңыз. 1 ай жасап көріңіз, 1 айдан кейін менің төмендегі Инстаграмда парақшам, сол жерде өз нәтижеңізбен бөлісіңіз, қуанамын.